сорпамды ішіп отырмын прям. Пысылдап тұрып. Етпен просто сорпам. Свежий ет, еще қойдың етін көбісін ұнатпайды ғой. И сонша емес деген сияқты. Менен лайфхак деп қойшы. Именно ұрғашы қой болу керек. Обязательно. Истері кішкене бір сондай болады, короче. Именно ұрғашы малды жақсы көремін, потому что ұзақ қайнағаннан кейін прям андай. Мама мен Бексұлтандар ауызда шығарады да. Мен мамамдардың үйіне. Сол мен отырып дәмділерге заказ бердім. Келеді сол тамақтарымды жейін деп отырмын. Семейный группаға. Апасы келіп жақсы көріп отыр. Күннен күнге тәтті болып отыр деп. Камераға қосып едім, сразу қашып кетті. Ұлтымыз қазақ, дініміз ислам болғандықтан балапанымыздың бүгін есімін қоямыз, арнайы шариғатпен. 1208 год. Шашыңды алу керек анда, шашың қашып көзіңе түсіп кеткен телефон. 1208. Өтірік істемеші кетші бар. А как еще? Шашың жалбырап. Стой. Откуда эта страна? Сейчас посмотрю, что такое. Неге? Так я пою. Он поет, из-за этого у него голос такой. Что? Снег. Где-то, прости, прощай, плавится душа, как свеча. Ой, ой, мана бала. Эту песню пел Би-2. Би-2? А детский өлеңді айтсаңшы ана күнгі? Так, веселей дорога, без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а друзьями много, что не знаю, что там дальше. Ой, міне, мақтап қойыңыздаршы, пожалуйста. Бұл әнші сол үшін оның дауысы сондай қарлығып шығады. Вот, все понятно, наверное, да, всем? Я просто высокий тон делаю, из-за этого у меня голос ломается. Мне сложную песню дали, где очень высокий тон. Я не могу ее запеть, но попытаюсь. Там, короче, дальше говорится. Типа, прям. Димаш сияқты айтты ма? Бір шындық айтып берейін ба, отырып. Көбісі ойлайды да, блогер болсақ, бізді көп адам көрсе, ақша содан түседі деп ойлайды да. Бірақ на самом деле просмотрдан ақша түспейді бізге. Біз көбінесе жарнамадан ақша аламыз. Содан кейін жарнама демекші, енді мен сторис салғанда ортасына жарнамалар саламын, иә. Пожалуйста, дұрыстан түсініңізші, Зухра ханым, жарнаманы жазсам, проверенный, өзім ішіп көремін, өзім қолданып көремін. Өзіміз сияқты бір қазақтың бизнесінің жүріп кетуіне бір септігіміз тиіп жатса, неге жасамасқа ол жарнаманы? Неге дұрыс затты айтпасқа деп ойлаймын да? Тем более енді қазір үйде отырған Бексұлтан да бірнеше отбасын асырап жатыр, сол үшін кішкене жұмыс жасау керек, сол үшін жарнамаңыз көп, анау-мынау демеңіздерші. Жарнама жазсам, мен сіздер алданбайтын, сіздерге сенімді заттар